Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте ерекше пирогтың рецептісімен бөліспекшімін. Оңай және де жеңіл дайындалатын, және де дәмі сөзсіз керемет пирогтың рецептісімен бөліспекшімін. Сіздерге бір жасағаннан ұнайтынына сенімдімін, себебі маған бір жасағаннан өте қатты ұнады, керемет болып шыққан, және де бір нәзік дәмімен өзінің. Бұл жаңғақты меренгалы пирог. Ендеше видеоның соңына дейін қараңыздар, рецепті сіздермен бөлісетін боламын. Алдын ала електен өткізілген ұнға бір қасық ұн қопсытқышты салдым мен. Енді бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды салып, жақсылап ұн екеуін біріккенге дейін араластыратын боламыз қолымызбен. Егер де сіздерде май тоңазытқыштан шыққан болса, бірденен үккіштен өткізіп, осылай араластырсаңыздар да болады негізінде. Жақсылап ұн мен май тек бірігіп кетсе болғаны жеткілікті. Осы массамыздың бетіне 2 жұмыртқаның сарыуызын салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Ингредиенттердің барлығын описанияға қалдыратын боламын міндетті түрде. Және де менің каналымды жоғалтып алмас үшін, рецепттерімді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписация батырмасын басып, колокольчикті басып қойыңыз. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін тығыздап жауып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Ортасына салатын салмасын дайындап алуымыз қажет. Начинкасына грек жаңғағын осылай блендердің көмегімен немесе кез келген заттың көмегімен жақсылап езіп алу қажет. Жаңғақ өте майда болуы тиіс, видеода көріп отқандарыңыздай. Жақсылап езіп аламыз дәл осылай. Езілген жаңғақтың бетіне қант салып жатырмын мен дәл қазір. Қант және де жұмыртқаның ақ уызын ғана салып, жақсылап араластырамыз. Барлығы біріккенге дейін, біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Міне осындай бір влажный масса шығады, құрғақ болып қалмауы тиіс. Салмасын дайындап бір шетке қойып қоямыз, одан кейін тоңазытқыштан қамырды алып, жақсылап формамызға осылай жайып шығамыз. Менде форманың диаметрі 24-26 етіп алсаңыздар да болады. Бортиктерін кішкене жоғары көтереміз. Маған осылай жайған ыңғайлы, бірденен формаға салып, сіздер бірінші оқтаумен жайып алып, одан кейін форманың ішіне салсаңыздар да болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша әрине. Осылай жақсылап бортиктерінде қысып, шет-шетін барлығына қамырды жеткізіп шығамыз. Және ең соңында шанышқының көмегімен міндетті түрде тесіп шығу керек, ортасы піспей қалмай үшін. Осы кезде пештеріңізді 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Салмасын жақсылап барлығын салып, шет-шетіне түгелімен жайып шығамыз. Біркелкі етіп, теп-тегіс болуы керек беті. Қызып тұрған 180 градус пеште 20 минутқа бортиктары кішкене қызарғанға дейін пеште ұстайтын боламыз. Бортигі қызарғаннан кейін бірденен пештен шығарыңыздар. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан бортигінің қызарғанына қарайсыздар. Мен 180 градуста 20 минут бойы ұстадым. Енді бетіндегі безесін жасайтын боламыз. Өте құрғақ ыдыста жасайсыздар. Бір тамшы да су болмауы тиіс, себебі безе шықпай қалады. Сондықтан да өте құрғақ ыдысқа осылай жұмыртқаның ақ уызы және қантты ғана араластырамыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастаймыз. Бірінші 20 секунд біріншісінде, одан кейін жайлап екіншісінде солай қосып отырамыз. Егер де бірденен қаттысына қоятын болсаңыздар, безе шықпай қалуы мүмкін. Және де миксерлеріңіздің мощностьына қарай кейбіреуде 5 минутта шығады, кейбіреуде 10 минутта шығады. Сондықтан да тығыз масса болғанға дейін, әппақ қимылдатқан кезде түспейтіндей масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Міне дәл осындай әппақ және қимылдатқан кезде оңайшылықпен қимылдамайтындай өте әппақ масса болуы керек. Егер де кішкене болсын сіздерде сұйық қатпаған болатын болса, безелеріңізден форма шықпайды, ағып кетеді. Сондықтан да жақсылап миксерлейміз. Міне осылай төңкерген кезде мүлдем түспеуі керек. Бір реттік қолданылатын кремге арналған қапшыққа толтырып салып алдым барлығын. Дәл осылай енді формамен гүл жасап шығып жатырмын.
Осы кезде пештеріңізді 100 градуста қыздырып қойыңыздар. 100 градуста безенің беті дәл видеодағыдай қоңыр түсті болғанға дейін ұстайсыздар. Менде 20 минуттың ішінде сондай қоңыр түске айналды. Әрине сіздердің пештеріңіздің қызуына қарай байқайсыздар. Тек қатты қоңыр болып кеуіп кетпесін. Міне пирогымыз пісіп шықты, түрі өте аппетитный болып тұр. Мен видеоға түсіріп жатқандықтан асығыс бірден кесіп көрсетіп жатырмын. Ыстық күйінде пеште шыға салысымен суытып кессеңіздер де өте әдемі болады. Безе кішкене қатқаннан кейін міне безе толығымен қатқан, кепкен былай айтқанда пеште. Және де міне ортасын көрсетіп жатырмын сіздерге. Дастарханға қойғанға өте әдемі көрінеді екен. Сондықтан да міндетті түрде бір рет болсын жасап көріңіздер. Дәмі де өте керемет болған енді. Бір жеңіл пахлаваның бір жеңіл түрі сияқты көрінді маған. Өте керемет болған. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де жасап болғаннан кейін менімен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Астында комментарий қалдырып, қазақша контентті, қазақша каналды қолдау мақсатында міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді қалдырып және де подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.